Ассалаумағалейкум құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздерге ешкі сүтінен брынза жасауды көрсететін боламыз. Міне біз бір брынзаны жасап қойдық. Қазір мынау қызыл шелектегі сүттен екінші брынза жасаймыз. Міне брынзаның қалай болатынын көрсетейік. Неге мынандай әдемі формадағы брынза жасап шығамыз. Ал ендеше біз бастаймыз, екіншісін көрсетеміз. Ең әуелі біз брынза жасалатын сүтті жылытып аламыз. Сүттің температурасы 37-38 градусқа дейін болу керек. Мынандай термометрмен өлшеп, температурасы сондай болу керек. Кейін біз ұйытқы ретінде сытжужный фермент дейді, ұйытқы ретінде қолдануға болады, бірақ біздер қазақы әдіс мәндірмен ұйытамыз. Мынандай мәндірді сүтке салып, бетін жауып қойған кезде 15 минуттың ішінде ұйып шығады. Ұйған сүтті біз мынандай ұзындау пышақпенен мынандай торкөз етіп кесіп шығамыз. Кесіп шығу ол маңызды, өйткені мынау сары суы бөліну керек. Тор етіп кесіп шығамыз бірінші. Кейіннен оны мынандай ішіне қарай қаратып отырып, яғни кішкентай кубиктар пайда болуға тиісті. Мына кесіп отырып, мынандай мәндір туралы айта кетейін. Мәндір лақтың мәндірі бұл лақымыз туылғаннан кейін емді де, емгеннен кейін бірақ іші жүрмеді, қатты ауырды. Ақыры тоқ шегі бітеліп қалған деп, өзі сондай тума солай туылған болды да, біз оны сойып алып мәндірін алдық. Енді бізге мынандай ыдыс керек болады. Ыдыстың іші тор, ал сырты мынандай бүтін. Бірақ біз қазір бүтін несін қоя тұрамыз да, мынандай үлкендеу ыдысқа торды қоямыз. Мынандай кескінмен бағанағы бөлген алып аламыз. Үйін ішіне құйып шығамыз. Қолмен ұзап отырамыз осылай. Неке жаңағын бәрін мынандай сетка ыдысқа құйып алдық. Және оның үстінен басып отырып, неке жаңа сары суын астына қарай шығарып жіберуге тырысамыз. Барынша сәл күш салып отырып басамыз. Айналдырып, осы форманың қалпына келу керек. Және өтіп теріс айналдырып аламыз. Осылай ыдысына салып қоя тұруға болады. Өз суы өз күшімен сырқылып кетеді. Ал енді мынау брынзамыз суы сарқылды. Енді біз брынзаны тұздаймыз. Тұздамас бұрын мынандай ыдысқа су құйып алып, оған су құйып, оған тұз саламыз. Кейін біз брынзамызды осы суға салып қоямыз. Менде бір емес екі брынза жасалды бүгіндікке. Сондықтан да
мен üstüne daha da tuzlayayım da. Daha da tuzlayayım. Yani ikinci brinzamda onu da üstüne koyalım. Bir iki brinza olur. Неге бағана біздер түсте дайындаған болатын, салып қойған болатын тұзды суға, ал енді кешқұрым алып көрейік бір несін. Біріншісі дайындалып, ал мынау екіншісі. Біреуін кесіп көрейік. Осылай суын бір рет сығып алып, бринзамыз дайын. Біздің бринза жасау әдісіміз осындай. Егер де сізге пайдалы болған болса, онда арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Және өздеріңіздің рецептеріңізді жазсаңыздар болады комментарийге. Біздің бринза.